Баршаңызға сәлем. Бүгін вупи-пай тортын дайындаймын. Сонына дейін менімен бірге болыңыздар. Ыдысқа електен өткен ұн, какао ұнтағы, қопсытқыш, сода және тұз қосып араластырамыз. Екі шай қасық кофе ұнтағына қайнаған су құйып араластырамыз. Сүтке кофе, лимон қышқылын қосып біркелкі болғанша араластырамыз. Ыдысқа бөлме температурасындағы сары май, қант және ванилин салып миксермен 2 минуттай шайқаймыз. Бөлме температурасындағы жұмыртқаны қосып, миксермен тағы 4 минуттай шайқаймыз. Үшке бөліп, сұйық және құрғақ қоспаларды араластырып қосамыз. Қамырды кондитерлік қапқа саламыз. Жиырма 2 сантиметрлік формаға пергамент қағазын төсеп, қамырды бір келкетіп жайып аламыз. Градуста қызып тұрған пеште 20-25 минутта пісіріп аламыз. Қамырды зубочисткамен тексереміз. Піссе құрғақ болып шығады. 10 минутқа суытып алып, ақырын формадан шығарамыз. Толығымен сөреге салқындатып аламыз. Осылайша қалғандарын пісіріп аламыз. Салқындатылған кремді сүзбе ірімшігіне қант ұнтағын клейге құйып біркелкі болғанша шайқаймыз. Шеті сынып қалған жағдайда ең астына орналастырып, крем жағып желімдейміз.
Кремнің жартысын кондитерлік қапқа салып, тортты жинаймыз. Осылайша қалғандарын жинаймыз. Торттың помадкасына 70 грамм сүтке 2 ас қасық қант, 2 ас қасық какао ұнтағын қосып, отқа қойып біркелкі болғанша араластырамыз. Көбіктеніп қоюланғаннан кейін отты өшіріп суытып аламыз. Суығаннан кейін қоюланады. Торттың бетіне жағып, тоңазытқышқа 3-4 сағатқа қойып қоямыз. Тортымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Каналға жазылып, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған Айгерім.